Бауырым, сен осы қандай мамандықта оқып жатырсың және маған қандай мамандыққа түсуге кеңес бересің? Мен электр мамандығында оқып жатырмын. Саған да сол мамандыққа түсуге кеңес беремін. Бұл мамандықтың маңызы қандай? Бұл мамандықтың маңызы электр энергиясы. Бұл күнделікті өміріміздегі маңызды нәрсе. Мысалы, қалай ойлайсың, осы өмірде жарық жоқ болса қандай болар еді? Сол үшін де осы жарықты жеткізіп, қауіпсіз қолдануымызға көмектесетін электр мамандықтары. Қалай ойлайсың, бұл мамандықты не үшін таңдау керек? Электр жабдықтар мамандығы бұл болашақ мамандығы. Сен егер жаңа технологияларды ұнатып, өзіңді қауіпсіздік сақтай отырып, үлкен жобаларда жұмыс істегің келсе, бұл сен үшін. Сенің өміріңде бұл мамандық қызықты әрі тұрақты болады. Мамандықтың артықшылықтары қандай? Артықшылықтары қиын жұмыс болса да қызық әрі маңызды жұмыс. Және жалақысы жоғары мамандықтардың бірі болып табылады. Және бұл мамандықта тек Қазақстанда емес, әлемдік нарықта да жұмыс істей беруге болады. Бұл мамандықтың болашаққа деген мүмкіндіктері бар ма және қандай мүмкіншіліктері бар? Қазіргі жасыл энергия, яғни экологиялық электр энергиясы туралы көп айтылып келе жатыр. Бұл мамандықтарда жаңартылған электр энергиялары және енді дамып келе жатқан технологиялар өте көп. Мысалға алсақ, осы электр энергиялық күн сәулесі. Бұл мамандықтардың болашақта мамандары алдыңғы қатарда тұрмақ. Сондықтан да бұл мамандықтың болашағы өте зор. Осы электрик мамандары қандай жұмыс атқарады? Біздің үйіміздегі жұмысымыздағы жарықтың үнемі болу үшін қадағалап орнатып беріп отыратын мамандық. Мақат және мұнай-газ технологиялық колледжінің электр жабдықтау мамандығының 2-ші курс студенті Қайыржан Мұрат және Асқар Әдіби. Қазіргі таңда біздің колледжде электр ісінің шеберлері атты клуб ашылған. Бұл клубтың мақсаты ұлттық нақыштағы шамдар жасау арқылы және қазақ оюларын, электр құрылғыларын құрастыру. Осы бұйымдарды қайырымдылық қорлар мен жәрмеңкелерге апарып қоямыз. Назарларыңызға рахмет.